Журналистер спор ойнайды ғой, кішкене қазір. Қанша рет айтады? 13 больше менші деп кәдім. Уже бірінші минутта уже 7 рет айтады ғой, кішкене балдар. Енді жол шаршады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, кішкене. Кішкене енді осындай кеше жиналдық деп. Өздеріңіз білесіңіз дейді. Болды ма? Қосылды ма? Ермаш, болды. Телефонды қой. Бұл жыбы шоу. Шиш. Өшерін қалдырыңдар, басталып кетті өйткені. Кофе ішіп ал. Ассалаумағалейкум достар, бізде жыбы шоу. Кезекті шығарылым. Бізде Алмат Бекбаев қонақта. 2 апта болды осы жерде. Ест, спит и, к сожалению, поет свои песни. Эдуард Суровый. Негізі бұл жерде андай бір оқиғалар айтамыз да, бұрын болып кеткен, бір күлкілі емес болса да күлкілі қылып жібереміз, мына кісі бізде добивать етіп жібереді. Сіз енді бұрында енді қазақ футболында сондай бір историялар көп болған дәуірде ойнағасыз ғой, негізі. Айтып берсеңізші бір екеуін. Қазір есіме түсті, бағана еске алып жатыр ғой, баяғы динозаврский футбол деп. Сол бір выезда жаспын ғой, деді 16-тамын ба, сол жігермен выездға барғанбыз. Неге? Семейге. Ойыннан кейін үлкен футболистер шалдармен жібереді, пивоға баршы. Астына төменге түсті. Гостиницада. Гостиницада. Ақшаң мә. Соң мен барам, сумканы алам. И анау сатушыдан айтам, маған 30 пиво беріңізші деп, бутылшы. Ол холодильниктен шығарып, мынау неге столға қойып. Енді мен салайын деп жатқан кезде мына тренер келіп қалады ғой. Мен ана жерде сиіп қоя жаздадым, не істерін білмей. Бүйтіп дірілдеп, мынау бүйтіп ана айтамын ғой, апай, мынау менікі емес, айта салыңызшы, менікі емес, мен кете салайын деп. И мына жерде мынау тренер келіп маған көрді, ештеңе айтпай, спокойно кетіп қалды. Сосын мен қашып кеттім магазиннен. Қайтып 15 минуттен кірсем, магазин жабық, бля. Аналар мен сосын қаяқта пиво, бля. Сондай қызық историялар болды. Айтпайсың ба, тренер келіп қалды? Мен айттым, сол тренер келіп қалды. Магазинде кетіп кіре алмадым. Сөйтсем тренермен бірге жеді екен олар. Негізі тренерлер өздерінің бөлмесінде, бөлекшеді ғой. Субординация сақтау үшін бөлекшеді. Ол кезде. Сондай. Жалғастыра кетіңіз, сіз енді пиво туралы көп болу керек қой сізде оқиғалар. Жалпы негізі футбол мен пиво бұл егіз ұғым ғой, негізі. Европада солай. Европада, нан мен май сияқты ғой. Хлеб и рама, созданы друг для друга. Баяғы рекламаларды еске түсірдім ғой. Пантиннің рекламасын айтып кетсе ары қарай. Қалай айтсыз? Пантин, пруви деп. Короче, былай болады. Бір шетелге барамыз. Ұтыламыз ғой енді. Өзің біліп өтсің. Стабильный ұтылыс қой. Соны шыққаннан кейін не істейміз еді, аэропорттың несімен ұшамыз ғой, сиптау, виптау бір жерлермен ұшып кетесің ғой, технично. Соны көрдім, жағын бәрі қараңғы, анау, в принципе, маған-то какая разница, маған болады ғой разрешено ғой. Сөйтіп жүріп, Дегіз біреуін ашып жүріп, бүйтіп ашады оны деп. Сөйтіп ашылады ғой, профессионал. Сөйтіп бөліп ашып. Лайфхак. Лайфхак қой, дұрыс қой. Сөйтіп отырсам бір кезде бір жігіт айтты, в общем, жодай. Футболист емес енді, сырттағы қызметкеріміз ғой бізге разрешено болды. Как разница? Матч бітіп кеткен, үйге қайтып келатынбыз. Алдымызда алда алыс жол, мен үйге қайтам деген. 7 шақырым алдымда. Алдымызда. Айдаладан ұшып келатсың. Сонымен тұрамды, мен айттым, в принципе, арым таза, ішсем болады. Бір пиво ішіп алайын да, самолетке кірген кезде кайф болып ұйықтап қаласың да, чартер ғой. Сөйтіп едім, бір кезде бір тренерлердің бір ассистенті бар еді, бір братжан тоже. Сол кетті, мынау барым, тартып жіберді, в общем. Деп сонымен бір кезде әңгімелесе бастады. Не болып кетті деп бір кезде үшінші адам келеді ғой. Екінші ассистент келеді. Бар ма деп па? Соны айтып, отырыңыздар, бір кезде ала бастады уже магазин. Аэропорттың іші ғой. Еще тегін болды, по-моему, сол. Сондай, короче.
сөйтіп ше отырып конкретнысын айтқан. Мал Енді дауыс. закүйік та, енді анау ше. Закүйік. Анау ойынды айтсам қазір действительно шуге болатын ойын анау негізі бар ғой ше. Есепті айтсай тауып аламыз ғой. Просто ол кезде болған адамдар әлі тірі да, айтпай. Айтамай қиналып отырмын ғой. Ұятпай көтермей отырдым да. Бірақ енді мынау қазір енді жанкүйерлер жазуы мүмкін, ой бой бір бәле екенсіздер, онда не айтып отқандарын. Бірақ енді өмір ғой, өмір. Бәрі ше. Ол негізі Лобановскийдің кітабында тұр ғой сол. Матчтан кейін әр футболшы 2 литрдан, жаңағы 2 бокалдан сыра ішу керек. Сонда тез восстановление болады. Дұрыс. Ол бар. Германияда кәдімгі, ана Похенпало стадион шетінде ана бір ішіп отқан адамдікін алып ішіп, дальше кетіп бара жатады ғой. Ойнады ғой дальше. Катанияда ше, мысалы, Калериде. Сондықтан ол Европада нормаль нәрсе, негізі ол бар. Біз Европадамыз. Біз соны жаман көреміз да, и оны жаман көретінде де себебі бар. Футболшылар, мысалы, бір кафеге кірсең, мысалы, бір футболшы, мен мысалы ойлаймын да, Александр Меркель, мен таза шет деп ойлаймын. Мысалы да, Германияда ойнаған, Миланда ойнаған, жеңіп болатын болып, патологын қойып қойған адам болды давно. Неміс емес па өзі? Неміс қой енді мысалы да. Немістер бәрі шетін сияқты ғой. Бетон шеді ғой. Бетон, жыбы бетон. Сол мысалға да, енді қазір жеңісті ойнап жатыр ғой. Допустим да, ол бір стаут деген жаңағыдай, қандай бір кафелерге барып, жаңағыдай фан-бар деген сияқты, Нәжімеденова 4-тегі фан-бардан бір сыра алып ішіп отырса да, сен жаман ойлауың мүмкін ғой, мысалы, көрем, мына жеңісті не ішіп отыр екен. Это в принципе нормально. Ол өзінің нормасын біледі да, ертең тренировка бар екен, біледі ол. Европада соған тәрбиеленіп келген. А біздің менталитетіміз бойынша ол так бір кружка ішті болды, ол азанға Біздің менталитет бойынша лағып, тығылып ішіп, до конца қуып кетеді деп ойлайды ғой. А ол европейский футболшы, ол 2 кружкасын ішеді деп, ол тойдым дейді де кетеді. А біздікі до конца тығады ғой. Дұрыс айтасыз. Сөйтіп жаңа әуежайда отырғанбыз. Подтверждено. Бастаймыз да, жаңа бір мақал бар ғой, бізге үйреткен орыстар арақ ішу, бірақ қанша ішу керек екенін айтпай кеткен деген сияқты бар ғой. Кейде действительно ма деп ойлаймын мен, негізі бар ғой. Сөйтіп арғы бетіне өтіп кетеміз ғой біз, бастап отырып ше. Содан, короче, осындай жағдай болады. Бір кезде анау келеді, екінші әстен анау келеді, жаңа менеджер келеді, анау келеді. Сөйтіп отқан кезде бар ғой ше, тоқ өтерін айтайын бар ғой. В общем, тренерский штаб полный жиналдық қой ана жерге. Сөйтіп ішкен. Сен тренерский штабтасың уже. Әңгімемен сояқта жүрсің уже. Сондай болған. Енді тағы бір оқиға бар. Бұл енді айта берсе де болатын матч. Короче, осы шетелде боламыз. Шетелде ғой енді, естественно. Әрине. Қазақстанда. Сөйтіп, бұл жолы закүйік емес, қуаныштан іштік. Жеңіп кетті командамыз, барған командамыз. Біз енді журналистпіз ол кезде, да? Редкость. Біз енді онсыз да кәдімгі жеңсін жеңбесін ұрып атырып қой. Конкретно айтқанда. Біз сияқты екен. Сөйтіп ана жаңағы бір пересадкамен келеміз да, бір Белоруссия Минск қаласының аэропортына келеміз. Сол жерде анау былай кірген кезде мынау астына қарай түсіп кететін жер бар ғой. Белоруссияның аэропортымен 5 саусақты білем, мен несін планын мен сызғам кезде. Содан, короче, сол артына бүйтіп кіретін жер бар. Сол жерде холодильник бар. Сон витрина холодильник. Сол жерде, короче, жаңағы жігіттерге айттым. Бір 2 sıradan anadan bir tip koyup қасымда журналист әріптестер бар, екеуміз үш адам болдық. Сосын бір секретарь келді, 4 адам болып технично деп ішіп отырғанбыз. Сөйтіп бір кезде бір спортивный директор келіп қалды. Мынау шақырмайсыңдар ма? Сөйтіп енді ана самолет бір 2 сағат айтпайсыңдар ма дейді. 2 сағаттай бар енді ана самолет күтіп отыр. Ары қарай Астанаға ұшып кетуіміз керек. Сөйтіп отқан кезде тағы біреу келді. В общем, клубта қызмет істейді. Бәрі көңіл күй күшті де енді. Содан отқанбыз еще. Тарихи жеңіс болды, между прочим, между нами. Қандай жеңіс? Сіз тарихта қалатын жеңіс. Ну, енді спорт журналист үшін тарих шығар енді деп ойлаймын. Короче, Астана футбол клубы болды. Славия Прага. Спарта Праганы, по-моему. Эден Арена деген Чехиядағы, Прагадағы стадионда
Аничич білесің ба, бір 89 бүйтіп баспен угловойдан ұрып кетіп, бірден өтіп кетеміз ғой, Славия Прага, по-моему. Сөйтеді группадан екінші орын алып шығып кетеді ғой, плей-оффқа Лига Европада. Астана білесің ба? Сөйтіп Спортингке түседі, 3-3 ойнап, хайбай болған баяғыда. Бруно Фернандеш. Станимир Стойлов көкеміздің, Бруноға жетпей тұрып, группада бір Олимпиакос, бір деңгешірденке, сол Славия Прага конкурент болады, біз соны ұтып жібереміз, сөйтемізді шығып кетеді ғой. Станимир Стойлов сонда датаво сондай адам болған. Лига Европаның 4 адамдық группасынан екінші орын алып шығып жатыр ғой плей-оффқа. Астана. Ақыр айтқызыңдар ғой, атаңдар. 2016 жыл ма бір. Сөйтіп, короче, ана клубта істейтін мына кісі, мен айтып отқан Шалкс ол уже жұмыс істемейді. Анау анайға ауысып кеткен, мынау мынайға ауысып кеткен, в принципе, осындай. Атын айтқан жоқпын. Иә, атын айтқан жоқпын. Анау так әлі Казспортта істейді. Сөйтіп, короче, жеңіс құтты болсын, анау көрбән кетіп жатыр ғой, короче. Ағылда тегіл көңіл күймен әдемі ішледі де, жеңіспен қайтқан кезде көңіл күймен қайтады. Беларусияда арзанда оның. Беларусия су тиген кәдімгі. Сөйтіп ана холодильник тауыстық қой, прикинь. Тазартып бердік қой холодильник. Күмән жоқ оған. Сонда бір 36 ма 37 шөлмектің басын қағып алғанбыз ғой конкретно. Баночный ма или бутылочный? Баночный бар, бутылочный бар. Енді сіз енді одан өткізіп айту керексіз. Арасында пакетпен ішкендері бар. Ал, осыдан асырба айтшал. 50 бокал ішкен кездеріңіз болды ма? Бұлар командныйда енді мысалға бір 7-8 футболист ішсе да мысалға. Ондай да болады. Кетіп қалады ғой анда пиваң. Легионерлер спокойно ішеді ғой, легионерлер. 30 пиваға жұмсады деп отыр жаңағы. Тигран Барсегян мысалға. Спокойно ішіп жүреді. Мариотта жат видеолар, фотолар бар ғой. Жереми Манзоро деген жігіттер. Бізде Фар Ресметов бар ғой. Оның дачасы бар, не жақта, Машат жақта. Арендаға беретін, иә? Арендаға. Негізі арендаға бермейді, просто адамдарға ғана береді өзі таныс. Белая вечеринка болады дейді, сол жерде рас па? Эпштейн ба? Сол жаққа баяғы жиналатын едік та. И сосын Фарадан сұраймыз, қанша аламыз? Анаяқа. Ол жақта не аппарат тұр ғой? Кегасымен. Кегасымен сразу. Бір кегі ала келді ма? Бір кега деген 50 кружка ғой негізі. Кімнің аузынан табасың оны? Азанда жоқ, азанда уже жоқ. Біз түстен кейін келеміз да, азанда уже тұрасың ғой, дача басың ауырып кішкене пиво ішкің келеді ғой. Жоқ қой азанда, сол үшін 2 кег алу керек. 100 кружка. Болашақта жазып алайық. Біреу тұрар запаста. Кег алсаң 2 болды, біреу тұрар запаста дейсің ғой. Сосын Шымкент кезінде енді Ержан Серікбаев ағамыз ән шығарды, Шымкенттің салқын сырасы хит өлең болды ғой. Енді Шымкент дегенде көбісі Шымкент пивамен елестетеді ғой. Барып көрмеген. Қазақстан чемпионатының аты дербес болған ғой. Пиво бар ғой, дербес. Титулды демеуші болып, дербес Қазақстан чемпионаты деп жазылған. НАТО пошло. Қандай керемет та, ол идеологиялық тұрғыдан да. Ну и былай титулдық демеуші жағынан. Мысалға енді Барклейс дегендер бар ғой, мысалға. Хайнекен чемпиондар лигасының, Карлсберг, Туборг дегендер бір клубтың демеушісі мысалға. Неге ақша таппасқа бізге? Соны сол дербес сырасақ, Алматыда болған кезде КПЛ-дің титул демеушісі болып жаңағындай 1 миллион теңге ақша берген. Трансляция жасаңдар, ақша мына керек сендерге. Қазір титулны жоқ, трансляция істемей отыр. Трансляция не, стадионның сыртындағы активитиге пиво кіргізуге болмайды ғой. Сыртында ол. Адамдар ішіп алып лағып кетеді деп ойлайды бізде Қазақстанда. Ол да болуы мүмкін. Мүмкін, бірақ. Адамдар лағып кетуі мүмкін. Содан. Енді футболшылар туралы айтып, жанкүйерлерге обал менің ойымша да, мысалға. Біздің культура басқа. Енді мысалға мен қандай матчтарда болдым енді. Көп қой мысалға. Реал Мадридтің матчында, Барселонада болдық. Кәдімгі алдыңа әкеп тұрып, аласыңдар ма дейді ғой, міне 5 евродан пиво. Құйып, бүйтіп ұстап жүреді ғой. Сөйтіп, әкелдіп алып іше бересің мысалы, ол жақта. Сразу карточамен төлейсің. Бізде мороженое сияқты, мороженое. Ол жақта сразу кәдімгі сусын ретінде кола сияқты ішіп жатады ғой адамдар. Мынадан кейін, мына шығарылымнан кейін бір сразу ауылының бір егесі саған хабарға шықпаса онда білмедім енді. Амбассадор. Маған да шықты, маған. Пиво, я люблю тебя.
Қызылжар легенд. Бұл сенің таңдауың деп отыр. Вот Шымкенттесіз. Шымкент пиво сыра тиіп тұр ана жерге. иә Шымкентте баяғыда жақсы еді пиво, қазір анау кімдер ауысты ғой бастықтары, біреулер отырды, біреулер бір бөле ауысып, қазір несі өзгерді. Сапасы да өзгерді ма? Сапасы не системасы өзгеріп кетті ма, бір бөле баяғыда емес. Ол шымкентский пивоны ішкен кезде мас болып қалатын еді ғой баяғыда. Иә. Күшті еді ғой бір процент. Қазір де сондай болып кетті. Шынымен. Қазір кім ғой? Тұрсен Алагөзов бағамыз ғой. Баян Есентаеваның. Максича емес па өксінік? Сол Шымкент сырада соғысынық. Қазір қазақ интернетінде ең көп талқыланып жатқан тұлға. Билеп па былай? Ол кісі не істесе де жарасып жатыр. Машина билейді екен. Қазір біз билесек, ой, бұл өлтіріп тастайды жатыр. Ақшаң көп болса билесең болады ғой енді. Алагөзов. 100 пәтер сыйлай салып, жаңағыдай машина подарить ете салып, бір ұнаған адамыңа. Сөйтіп жүрсең билейсің ғой енді конкретно. Ақшаң болса қалтаңда, талтаңда да талтаңда деген атам қазақ. Ақшаң болмаса қалтаңда, жан жаққа қарап жалтаңда. Міне. Не деген іліп әкете ма? Басқа көтересің крайдан. Қадайды ғой. Қақпада сіз қайтару керексіз ғой. Қайтара алмай қалдым қазір. Қайтара алмай. Сол. Осы мынау адамдар айтады да, Офсайд деген сериалда шын екен ғой, анау Ермұхамед Мәулен сен айтып жүрген нәрселердің бәрін жинап сериал түсіріп тапты ғой дейді да, мысалға. Соны сценарийін кім жазған сонда? Сен түстің ғой сол киноға? Мен ол киноға түстім. Рүстем Омар өзі ғой бәрін істеген. Ол достары бар, ол Семейден ғой негізі. Иә. Семейді білесіздер, футбол жарқырап жатыр. Сценаристері кім екен дегенім ғой. Сол іште жүрген біреу ғой енді. Жаздыртқан екен. Ол сияқтан жақсы контактты елмаймен. Ойнап атып рөлді. Өмірде ма деп қалған жоқсыз ба әйтеуір? Кезінде болды осындай өмірде. Мықты ойнағансың негізі. Күшті. Рахмет. Алла разы болсын. Негізі ролевая модель дейді ғой. Кімге қарап? Ролевые игры. Деген ба? Жоқ, кімге қарап осы рөлді кімге қарап ойнауым керек деп ойладым да мен бірінші. Осы кезде Марат Исқақовқа қарап, соны Марат Исқақовпен баяғыда біз жақсы араласатынбыз. Олардың судьялардың жесттары бар ғой өздерінің. Иә. Мараттың стилінде ойнап бердім да. Убийца ол. Марат, қазір Марат жақсы судья. Баяғыдан жақсы негізі ойнап айтамын. Убийца дейді ғой судьялар, ол не мағына білдіреді ол? Тапсырма келеді, соны орындайды ғой енді, конкретно айтқанда. Сол ғой? Енді соңғы Ордабасы мен Атырауда матчында осындай скандальный судейство болды ғой. Ол убийца емес ол. Убийца емес. Керісінше өз-өзін өлтірді ғой. Самоубийство болды ғой. Бәрін өлтірді ғой. Атырауды да өлтірді, өзі де өлді. Ерлікпен қаза тапты деген. Орден беру керек оған. Сонымен жалпы енді кино туралы айтып тұрса енді жалпы қалай болды? Негізі процесс өзі өте риза болдым. Өйткені өмірімде бірінші рет сериалға түстім. Менің рөлім всего лишь 3 серияда болды. И 10 секундтан ба, 20 секундтық деді. Ой, одан көп болды ғана раздевалканың ішінде ана сендердің судейскийге кіріп келетіні. 1 минут ладно, 1 минут. Бірақ оны сол моментті біз 2 апта түсірдік. О май гад. 10 күн түсірдік бір нәрсені, сосын мен күндер түспейтін күндерім болды да, 1-2 күн демалдым. Содан кейін тағы да соңында мен түсірдім. Сондай болады екен да, соны білмеппіз. Бір эпизодты дубль жасай береді, 20 жасайды. Мысалы, ең қызық нәрсе болған, біз анау актерлар футболистер емес қой, көбісі. Кейбір анау футболистер актер емес. Сондай моменттер болды да, бір подачаны, күн ыстық болды Алматыда, сол август айында. Ең ыстық Алматы болған шығар сол кезде 40. Біз азаннан кешке дейін сүретінбіз. Хантенгриде ма қай жерде? Иә, Хантенгри. Анау синтетика жанып тұр мынандай, өртеніп тұр. Су шашсаң бесполезно бұл жақта. Қап-қарау негр болып кетті мен жерде. И мынау бір момент болды да, подача керек дейді да. Мына жақта 2 актер. Мынау подает актер, мынау гол салатын актер. Иә. Анау көтере алмайды, мынау сала алмайды. Мынау салса, анау көтере алмайды.
бәрі жерде 2 сағат тұрдық қой соны 50 дубль істедік 50 дубль сосын әйтеуір бір нәрсе онша емес болды соны түсірдік әйтеуір оның кейбір моменттер лучше болды білмеймін басқа біреуге теккізе салмады жоқ именно актерлар істеу керек сол именно сол крупныйда түсіреді ғой жаңағы көтеріп жатқан жоқ бүйтіп нетіп жатқанын алып монтаждап мынаны басқа біреуге теккізе салуға болады ғой білмеймін неге екенін сол 2 актер сол нені жоқ ана Куно Беккер бар ғой Куно Беккер ме ана неде ойнайтын гол KZ-де ойнайтын ше гол KZ квиз гол деген сериалда ойнайтын ше иә реалға ауысатын мексикалық болады ғой анау сол ойынды бүйтіп тепкендерің бәрі өтірік қой ана футболисттер өйтіп теппейді ғой замақтары қате ғой ананың деймін да мысалы сондай нәрсені бір екеуін байқап қалдым мен де енді рүстем мына жақта кішкене правдоподобно істегісі келген шығар натуральный болсын деп конечно дұрыс енді кейбір актерлар икемі бар кішкене футбол анау джуниор деген бар джуниор иә қостанайский сосын тағы да бір анау есіне түсіп кетті аты ана бұйрабас шашы иә кішкене енді футболға несі бар енді икемі бар шекер деген кинода ойнайтын иә кішкене икемі бар иә сондай ғой енді дұрыс тамаша тағы да бір енді кинолар оның жалғасы болмай ма екен айтпақшы болады сияқты адамдар бәрі қызығып сол давай екінші сезон істеңдер деп жатыр ғой мен енді көп адам сұрайды жоқ офсайдтың екінші эпизоды бар ма бір-ақ эпизод түсірдік біз 3 ай түсірді соны келесі сезонда инспектор матчы болып барса уже төрешіліктен өсіп кеткен дейсің Шегінбе 90+1 деген киноға түстім да өткен жылы не дейді Шегінбе деген кино ғой Шегінбе? Иә. Артқа шегінбе деген сияқты. Сондай рабочий название, кейін 90+1 деген атауы болды. Футбол туралы ма? Футбол туралы, иә. Қуаныш деген жігіт түсірді. Алматыда Қазақфильм киностудиясы, кәдімгі қолдау қоры, киноның қолдау қоры бастамасымен. Сол жерде Райымбек деген бір жігіт болады, футбол ойнайды, жаңағы басында Астана клубына алмай қояды, кейін алады. Сөйтіп біреу замен травма қалады, еу сол бала шығады, сол 89 минутта гол ұрып кетеді. Марин Томасов түсті, Абзал Бейсебеков түсті. Тағы бір-екі легионер болды. Қалай айтса, башиштер болды. Аманович болды еще сол киноның. Тура сол Хантенгриде болды еще ол стадионда. Сол стадионда болып, түсіп, сол кинода мен комментатор болдым. Соның барлығы эфирге кетті. Ол кино андай бір арман, мақсаттары туралы ғой бір адам. Иә, 17 жасар бала. Офсайдта өмір болып жатыр ғой. Иә, коррупция. Содан кейін оның қаралымы көп, содан кейін оның сұранысы жоғары. Және кейбір жерлерін менің ойымша сәл артықтау кеткен, перекрасить етіп жіберген жерлер бар екен. Негізі ана қазақ футболы біз ойлағандай былық қабаттаған ғой, айта аласыз ба солай? Енді мынау сериалдағыдай емес. Біздің қазақ футболы, иә. Өйткені бұл сериал болғаннан кейін қызығырақ болу керек қой. Көркемдік, иә. Иә. Сол үшін күшейді. Слишком кейбір жерде өтірік болып кеткен сияқты. Так что сериалға тойып алып коммент жазатын адамдар сондай емес, байқаңыздар. Енді ол алаңдағы футбол деген ол енді шын айтқанда ол доп ұшады, пас береді, біреу тосамай қалады, біреу тебемей қалады деген. Ол өмір ғой, футбол, ол спорт қой, ол автомат емес қой, робот емес қой мысалы да. Ол мысалы кеше Камавингада қателесіп жатыр ғой мысалға да. Сол сияқты нәрсе ғой мысалы. Ертіспен бір қайрат ойнап жатса, мынау сатып алған, мынау бүйткен дейді мысалы. Дұрыс емес қой ол да. Дұрыс емес. Футбол ғой, поледа болып жатыр ғой сол. Жоржини әдістеп дейсің ба мысалы. Эдмилсон қолымен бүйтіп қалған енді ол доп ұшып келе жатса бетін жаппаған не істейді енді мысалы сол қолына тиіп кетті деген сияқты әңгіме айтып жатыр ғой. Енді мен қолыма тиіп кетеді деген бетін тостырмайды ғой ол. Понятно нәрсе. Сондықтан қатты кетпеу керек. Кейбір жерлерінде бар сондай жағдайлар. Еуропаның футболда. Сіз енді баяғыда заманның тыныш кезінде ойнап бітіріп кеткеніңіз жақсы болған екен ол футболды. Айтпаңыз. Қазір Инстаграм бар, ТикТок бар. О, жаман қылатын еді, комментарий жазып. Қазір социальный сеть деген әсер етеді. Барлық жерден сразу шыға келеді ғой, не істеген. Ол спортшылар, футболшылар бір неған, анау 100 комментарияның ішінде жаман негатив жазылғандарын ғана оқиды ғой, олар соны көріп қалады да. Сол көңіл күйге әсер етеді, ары қарай ойынға әсер етеді. Психологияға әсер етеді. Отырысу керек қой ондайлардың. Сол үшін
оқымаңыздар комментарийін. Жаңағыдай бір мамандардың пікірін ғана оқу керек те. Болды, біздің бағдарлама бітті. Бітіп қалды ма? Ақшасы төленген уақыт осы ма? Ақша төлен, ары қарай білмеймін. Ары қарай қарыз болып қалады олар. Платный подписка, ары қарай платный подписка дейсің. Достар, Фонтим арнасының бүкіл әлеуметтік желідегі парақшасына жазылыңыздар. Қызықты контенттер бірінші сол жақтан шығады. Рахмет. Жақсы.